Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз геометрияға байланысты есептер шығарамыз, аудан тақырыбына. Енді бізге осындай параллелограмм берілген ABC-да. Содан кейін оның ауданы 32 см квадрат. Ал оның диагональдарының қиылысы AC, BD. Олар O нүктесіне қиылысады. Және де сол O нүктесінен бізде екі биіктік жүргізілген. OL биіктік, ол тең 4 см-ге. Және де OH биіктік, ол тең 5,3 см-ге. Енді бізде осы жерде параллелограммның периметрін табу керек. Енді біз осы жерде параллелограммның периметрін қалай таба аламыз? Біз білетініміздей, параллелограммның ауданы дегеніміз оның қабырғаға жүргізілген биіктік. Енді параллелограммның қарама-қарсы қабырғалары бір-біріне параллель болған соң, бізде әр нүктеден жүргізілген биіктік олар тең болады. Осы жерде биіктік жүргізсек те, осы жерде осылай биіктік жүргізсек те, барлығы тең болады. Мынау А болады, мынау А болады, мынау А болады. Енді соны қарастыра отырып, біз осы OL-сын жүргізейік. OL-сын жүргізсек, ол да перпендикуляр болады. Оны L' деген нүктесімен белгілейік. Және де осы OH, O нүктесінен тоже биіктік жүргізейік. Оны H' деп алайық. Енді осы жердегі параллелограммның ауданы ол AB көтірген L'. Немесе AB-ны бізді табу үшін S бөлінген L'. Енді осы жердегі OL бізді A болса, онда OL' та бізде A болады. Сонда 2A тең L', немесе 2OL, немесе 8 см. Сонда бізде 32 бөлінген 8 тең 4 см. Енді біз осы жерде тағы бір жағдайды қарастырайық. Егер біз осы қабырғаға биіктік жүргізсек, A-ды көтірген H'. Осы жерден A-ны табайық. Ол S бөлінген H'. Ол не? Ол 32 бөлінген H'. Ол не бізде? H' дегеніміз, мынаны B деп алсақ, мынау да B. Енді бізде 2B тең H', немесе OH, 2OH, немесе 2 көтірген 3/16, 32 бөлінген 3 см. Енді 32 бөлінген 3. Енді 32 мен 32 қысқарып кетеді, 3 см қалады. Енді біз параллелограммның периметрін табу үшін біз оның барлық қабырғаларын қосамыз. Енді бізде параллелограммның қарама-қарсы қабырғалары тең болғандықтан, бізге AB-ға A-ны қосып, соны 2-ге көбейтуге жеткілікті. 2, 4 плюс 3, 7, 14 см. Енді жауабы периметр тең 14 см. Енді біз басқа есепті қарастырып көрейік. Осындай есеп. Үшбұрыштың екі қабырғасы, мынаны өшіп тастайын. Қоршасын. Мынаны да өшіп тастайын, керек емес нәрселерді. Енді бізде үшбұрыш берілген. Бір үшбұрышты сызайық. Екі қабырғасы, үшбұрыштың екі қабырғасы 7 және 9-ға тең. Ал үшінші қабырғасына жүргізілген медиана
Енді осы қабырғаға медиана жүргізілсін. Үшбұрыштың ауданын табыңыз. Енді мынау үшбұрышты ABC деп алайық. Медиана BD болсын. Мынау тең медиана болған соң. Енді бізде AB-ны 7 деп алайық, BC-ны 9 деп алайық, ал BD-ны біз 4 деп алайық. Енді бізде осы жерде үшбұрыштың ауданын табуымыз керек. Енді осы жерде үшбұрыштың ауданын қалай таба аламыз? Бізде медиана формуласы бар. Медиана формуласы арқылы біз осы AC қабырғасын таба аламыз. Ал AC қабырғасы табылған соң, біз жарты периметрін тауып, Герон формуласы арқылы оның ауданын есептей аламыз. Енді медиананың формуласы осындай. 2-ден 1 тұбырасты 2 AB квадрат плюс 2 BC квадрат минус AC квадрат. Енді осы жерден AC-ны іздейік, табайық. Енді екі жағын квадраттайық. Сонда бізде BD-мыз 16 тең 1 бөлінген 4, жақшаның ішінде 2 көйтілген 49 плюс 2 көйтілген 81 минус 16, минус AC квадрат. Енді осының барлығын 4-ке көйтейік. Сонда бізде 64 тең 49-ды 2-ке көйтсек 98 плюс 81 көйтілген 2, ол 162 минус AC квадраты. Енді осы AC квадратын тапсақ, біз 98-ді 162-ке қосамыз, айтамыз 64. 98 плюс 162 ол, неше ол? 0, 1, 260 и минус 64 ол 196. AC квадраты бізде 196-ға тең, значит AC-мыз бізде 16-ға тең. Енді AC-ны тапқан соң, біз жарты периметрді табайық. Оны P деген әрпімен белгілейік. Ол AC плюс AB плюс BC бөлінген 2. Немесе 16 плюс 7 плюс 9 бөлінген 2. Мынау бізде 16-ны береді, мынау 16. Значит 16. Так, енді біз Герон арқылы табайық. Герон формуласы арқылы P минус AB, P минус AC, P минус BC. Енді осының барлығын тұбырастыға аламыз. Яғни 16 минус, так, AB-мыз 7-ге тең, 16 минус AC, опа, так. Біз что-то дұрыс таппадық па, или сандық мәндерінде қате кетіп қалды ма? Ой, мынау AC 16 емес 14 екен ғой. 16-ның квадраты 256 ғой. Значит, мынау жерде 14 болады. Мына жарты периметр бізде 15-ке тең болады. Значит, біз 15 минус 7, 15 минус 14 и 15 минус 9. Так, енді мұнаның бәрін тұбырастыға аламыз. Тұбырастыға алған соң 15 көйтілген 8, көйтілген 1, көйтілген 6. Енді мынау 3 көйтілген 5, көйту 2-ның кубы, көйту 2, көйту 3. Енді 2-ның 4 дәрежесі ол. 2-ның 4 дәрежесі. Оны есептеуге керегі жоқ, просто 2-ның квадрат дей салға болады. 3-ның квадрат көйту 5. Сонда мынау жерде 4 көйтілген 3 болады. 9 тұбырасты 5. Егер сандық мәндеріне қате кетпесе, онда осында жауап шығады. Так, енді трапецияға байланысты есеп осы жерде. Трапецияның табандары, біз біріншіден трапецияны сызайық. Осылай болсын. Осылай болсын. Осылай. Осындай трапеция берілсін дейік.
Потом бізде ABCD деген трапеция берілген. Солай оған ат қояйық трапецияға. Содан кейін бүйір қабырғалары сәйкесінше осындай ұзындықтары. Трапецияның ауданын табыңыз. Енді мынау керек емес заттар өшіре салайық. И орысшасын тоже өшіре салайық. Хотя даже прямоугольный. Осынау болады. Мынаны үстіге жазайық. Енді біз табандары BC4, AD 25, бүйір қабырғалары AB13, CD 20 болсын. Енді бізге осы табу керек трапецияның ауданын. Енді трапецияның ауданын табу үшін не істейміз? Биіктік түсірейік. Осы биіктік түсірейік. И осы биіктікті түсірейік. Енді мынау BC 4, мынау да 4 болады. Мынаны X десек, OL и CK деген биіктіктер түсірейік. Сонда бізде IL-ды X деп алсақ, содан кейін LK бізде 4 болады. 4 бұрыш болып шығады. И содан кейін осы жерде K-ны тапсақ, ол AD минус IL минус LK. AD бізде 25, минус 4, минус X. Сонда 21 минус X болады. Енді AB-мыз бізде 13-ке тең. CD-мыз бізде 20-ға тең. Осы биіктіктердің ұзындығы олар тең. Енді оларды, значит, теңестіруге болады. Тең болған соң. Және осы жерде Пифагор теоремасын қолданамыз. AB-ның квадраты ол IL-дің квадраты плюс BL-дің квадратына тең. Значит, осы жерде даже олардың квадраттары да тең болады. Но егер олар тең болса. Осы жерде BL квадрат ол AB квадрат. AB квадрат минус IL квадрат. Ал осы жердегі CD квадрат ол сәйкесінше солай болады. CK плюс KD квадрат. Енді осы жерден мені CK-ны тапсақ, CK-ның квадраты. Ол CD-ның квадраты минус KD-ның квадраты. Енді осыны теңестіріп жүрейік. Осыны теңестіріп жүрген соң AB квадрат минус IL квадрат тең CD квадрат минус KD квадрат. И сандық мәндерін қояйық. Мынау 169 минус IL квадрат X квадрат тең CD ол бізде нешеге тең 20, значит 400 и минус 21 минус X квадрат. Енді осы жерден X-ті табайық. Содан кейін X-ті тапқан соң осы жерде 169 минус X квадрат тең 400. Так, енді 21-дің квадраты ол вроде бы 441, қателеспесем, 441, минус 441, плюс, 42, x минус x квадрат. Мынау x квадрат, x квадрат қысқарып кетеді. Мынау минус 41, 169, плюс 41, ол бізде 210 болады. 210 тең 42x, сонда бізде x-ің мәні ол 5-ке тең болады. Енді x-ің мәні 5-ке тең болса, осы жерде, допустим, қандай да бір биіктікті табайық. BL түбірасты AB 169 минус IL квадрат ол 25. Значит, бізде 144 и 144 болса, BL 12-ке теңеседі. Ал бізде трапецияның ауданы бұл дегеніміз AD плюс BC бөлінген 2 көтілген биіктік. Енді осы жерде AD-ны тапсақ, AD бізде белгілі ол 25 плюс BC ол бізде 4 бөлінген 2 көтілген 12. Мынау 6, мынау 29 көтілген 6. Енді осыны есептеу жүрсек, бізде трапецияның ауданы 174-ге теңеседі. Егер біз осы жерде арифметиканы қате жасамасақ, онда бізде жауабымыз дұрыс. Енді осыған болды. Барлықтарыңызға сау болыңыз.